Сәлеметсіздер ме білімгерлер? Қазақстан тарихы пәніне қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансүгіров колледжінің тарих пәнінің оқытушысы Тулекова Алия Маратқызы. Сіздермен өтілетін сабағымыздың тақырыбы ертедегі көшпелілердің әлемдік тарихи үдерістер бағытына ықпалы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ертедегі көшпелілердің әлемдік тарихи үдерістер бағытына ықпалын анықтау болып табылады. Жаңа сабағымызда кездесетін кілтті сөздермен таныс болайық. Кемерліктер, скифтер, сақтар, ахемениттер империясы, ғұндар, көшпелі империя, халықтардың ұлы қоныс аударуы. Жаңа сабағымызға тоқталмас бұрын өткен тақырыпты еске түсірейік. Өткен сабағымызда ұлы даладағы ертедегі көшпелілер андрондық мәдениеті түрінің орнына сақ, скиф деп аталатын мәдени тарихи қауым келгені жайында айтқан болатынбыз. Оларды ежелгі гректер көшпелілер деп атады. Яғни көшпелілер өркениетінің әлемдік тарихи процестерге әсерін тигізген сақтар жайында, сол сақтардың қазақ жерінде өмір сүрген сақ тайпаларының шаруашылығын, мәдениетін және ескерткіші жайында өткен болатынбыз. Ал енді бүгінгі сабағымызда сіздердің білетіндеріңіз ұлы дала көшпелілерінің әлемдік кеңістікке шығуы, алдыңғы Азиядағы кемерліктер мен скифтер, сақтар мен ахемениттер, сақтар мен Александр Македонский және ғұндар мен Қытай империясы туралы білетін боласыздар. Балалар, ертедегі көшпелілердің әлемдік тарихи үдерістеріне ықпалы зор. Ерте темір дәуірінде көшпелілер әлемдік кеңістікке шыға бастады. Көшпелілердің әскери қуаты артып, олар ежелгі шығыстың Ассирия, Урарту державаларын, ахемениттер империясының басты қарсыластары болды. Біздің заманымыздан бұрын 8-7 ғасырларда скифтер алдыңғы Азияға басып кірді. Жауынгерлер құрамы атты әскерлерден құралғандықтан, олар өте шапшаң болды. Кіші Азияның барлық шығыс аймағын басып алып, ондаған жылдар бойы өз биліктерін жүргізді. Осы дәуірге жататын Кавказ бен алдыңғы Азиядағы археологиялық мәдениеттен скифтерге тән көптеген белгілерді кездестіруге болады. Ал біздің заманымыздан бұрын 6 ғасырларда парсылық ахемениттер империясының патшасы орталық Азияға бірнеше жорықтар бастады. Ұлыкер атанған патша аса үлкен империя құрды. Ұлыкер орталық Азияны отырықшы егінші аймағы Маргиана, Соғды, Бактрия сияқты жерлерді басып алып, оларды өз империясының бағынышты аймағы етеді. Сонымен қатар, ол сақтарға қарсы бірнеше жорықтар ұйымдастырады. Біздің заманымыздан бұрын 530 жылдары шығысқа массагеттерге қарсы жорыққа шықты. Геродоттың баяндауынша, осы жорықтан кер қайтып оралмады. Ол Амудария жағасындағы шайқаста қаза тапты. Кир қаза тапқан соң, оның империясы ыдырай бастайды. Шет аймақтардағы бағынышты елдер еркіндік алып, империя қазынасына салық төлеуден бас тартады. Балалар, Кирдің ізбасары бірінші Дарий бүлік шығарғандарды аяусыз жазалап, империяны қайтадан құруды қолға алады. Ол Маргианадағы бүлікшілерді бағындырған соң, біздің заманымыздан бұрын 519 жылы сақ тайпаларының ішіндегі тиграхаудаларға шабуыл жасап, олардың көсемі Скун ханы тұтқынға түсіреді. Бұл туралы жартасқа, яғни Бехустундық жазба жазып қалдырып кеткен болатын. Ал біздің заманымыздан бұрын 331 жылы Александр Македонский Гавгамела шайқасында Парсы патшасы 3 Дарий әскерін тас-талқан етіп жеңіп, Азияның билеушісіне айналды. Осы соғыста сақтардың дақ тайпалары Бактриялық атты әскермен бірігіп, македондықтардың ең мықты жауынгерлеріне қарсы шайқас жүргізеді. Бұдан біздің заманымыздың 4 ғасырларында сақтар Парсы әскерлерінің таңдаулы жауынгерлері болғанын білеміз.
Үшінші Дарий патша қаза тапқаннан кейін дақтар македондықтар жағына өтіп, таңдаулы атты садақшылар ретінде Үндістан жорықтарына да қатысқан болатын. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырлардың соңында ұлы далада өмір сүрген көшпелі ғұн тайпаларының билігіне ержүрек қолбасшы Мөде келді. Ол Саян, Алтай, жоғарғы Енисей аймағын мекендеген көшпелі және жартылай көшпелі тайпаларды жаулап алады. Осы уақыттан бастап ғұндардың даңқты жорықтары басталып, олар ауқымды империя құрды. Олардың басты қарсыластары көшпелі Юджи мемлекеті мен Қытай болды. Ғұндардың көшпелі мемлекеті мен юджиліктер арасындағы соғыс 4 ғасырға дейін созылып, біздің заманымыздан бұрын 165 жылдары ғұндардың толық жеңісімен аяқталды. Ғұндар мен Қытай соғысының жаңа кезеңі біздің заманымыздан бұрын 133-127 жылдары хан императоры Удидің ғұндарға қарсы жорық жасауымен басталады. Осындай жойқын шабуылдар салдарынан ғұндар одағы ыдырап кетеді. Яғни ғұндар оңтүстік ғұндар және солтүстік ғұндар болып екіге бөлініп кетеді. Біздің дәуіріміздің 1 ғасырларында оңтүстік ғұндар толығымен Қытайдың қол астына өтеді, ал солтүстік ғұндар тәуелсіздігін сақтап, батысқа қарай жылжи кетеді. Ал балалар, осыған орай ғұндардың батысқа қоныс аударуы бейнежазбасына назар аударыңыздар. Ғұн тайпаларының шығыстан батысқа қарай жылжуы біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырда басталып, біздің заманымыздың 4 ғасырына дейін созылған. Алайда, ғұндардың бастауымен болған халықтардың ұлы қоныс аударуы Еуразия мен Қазақстан жерінде өмір сүрген тайпалар мен халықтардың саяси картасына, этникалық құрамына үлкен өзгерістер әкелді. Осы оқиғаның қалай басталғанын білу үшін тарих қойнауына үңілейік. Біздің заманымыздан бұрынғы 56 жылы ғұндар оңтүстік және солтүстік болып екіге бөлінді. Оңтүстік ғұндар Қытайға бағынышты болса, солтүстік ғұндар орталық азиялық тайпалармен одақтасып, батысқа қарай жылжып, өз тәуелсіздігін сақтап қалады. Біздің заманымыздан бұрынғы 1 ғасырдың 2 жартысында қазақ жерінде Чичи, Шөже, Шаньюй басқарған ғұндардың 1 толқыны қоныс аударады. Олардың бір бөлігі Қаңлы тайпалық бірлестігімен көршілес қоныстанады. Қаңлылармен одақтаса отырып, ғұндарды біріктіру мақсатын көздеген Чичи өз қарауындағы ғұн тайпаларымен бірге оңтүстік шығыс Қазақстан жеріне бекінеді. Ғұндардың батысқа қарай қоныс аударуының 2 толқыны біздің заманымыздың 1 ғасырында, біздің заманымыздың 93 жылы басталды. Қоныс аудару кезінде кей тайпалар ғұндармен одақтасса, қалған бөлігі тұрған жерлерінен ығыстырыла бастады. Ғұндардың қоныс аударуы орталық Қазақстандағы, Сырдарияның солтүстігіндегі, сондай-ақ Арал теңізі мен Каспий аймағындағы тайпаларды қозғалысқа түсірді. Ғұндар көші Паннония, қазіргі Венгрия жеріне көшіп келіп орнықты. Мажарстанның Венгрия тұрғылықты халқы мадиярлардың орталық Еуропа аумағына ұлы даладан келгені жайында деректер мен аңыздар көп кездеседі. Сол мадиярлар Қазақстанды өздерінің ата жұрты санайды. Тарихта ғұн тайпалары бастаған бұл ұлы көш халықтардың ұлы қоныс аударуы деген атпен белгілі. Қорыта айтсақ, ғұндар Еуропа аумағына кіргеннен кейін құл иеленуге негізделген Рим империясы ыдырап, Еуропада феодалдық мемлекеттер пайда бола бастады. Балалар, батысқа жылжи отырып, солтүстік ғұндар 2 ғасырдың ортасында Шығыс Қазақстан мен Жетісу жеріне келіп, Юбань мемлекетін құрды. Ол 5 ғасырға дейін өмір сүрді. 4 ғасырдың ортасында олар ұлы даланы бойлай, батысқа жорық жасап, Рим империясының шекарасына дейін жетті. Жол бойы олар өздері бағындырған дала тайпаларын қатарына қосып отырды. Еуропа үшін шығыстан пайда болған көшпелілер нағыз үрей туғызады. Ғұндардың жорығы өзге де тайпалар қозғалысына әсер етті.
әсіресе шабуылға ұшыраған герман тайпалары бүкіл Еуропаға тарала бастады. 5 ғасырда ғұндардың ұлы көсемі Аттила Шығыс Еуропада өз мемлекеттігін құрған болатын. Рефлексия не есіңізде қалды, не таң қалдырды, не ерекше әсер етті, қандай жұмысты жалғастыру қажет етіледі? Дәптерлеріңізге жазсаңыздар болады. Балалар, төменде берілген тапсырмаларды орындаңыздар. Бірінші тапсырма картамен жұмыс. Кескін картаны пайдалана отырып, кемерліктердің алдыңғы Азияға жорығын, Ұлы Кирдің орталық Азияға жорығын, Дарийдің скифтерге қарсы жорығын, Александр Македонскийдің орталық Азияға жорығын және ғұндардың батысқа жорығын, халықтардың ұлы қоныс аударуының басталуын түсіресіздер. Екінші тапсырма. Өзіндік жұмыс. Оқулықтың 52-56 беттерін оқып, ақпараттық органайзерді толтырасыздар. Астында төмен жағында берілген дескриптірлерге сүйене отырып. Келесі тапсырма кім көп біледі. Яғни, Сақ патшайымы Томирис Тұмар патшайым мен Парсы патшасы Кир туралы аңызды білесіз бе? Сақ батыры Шырақтың ерлігі жайында аңызды естуіңіз бар ма? Ғұн империясы құрған мөденің тарихын әңгімелей аласыз ба? Келесі сабақта әңгімелеу. Назарларыңызға рахмет. Кездескенше сау болыңыздар.